Баршаңызға сәлем, менің есімім Гүлмира. Каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге нумерологияны есептеп беруді үйретемін. Туған күн, ай, жылды бір-біріне қосып шығарсаңыздар, әр адамның өмір жолының саны немесе тағдыр саны шығады. Жалпы осы санмен жүрсеңіздер, істеріңіз сәтті шешіліп жатады. Мысалы, емтихан номерін таңдағанда, лотерея ойнағанда, яғни санмен байланысты істерде қолдансаңыздар болады. Сонымен қатар бұл сан сізді толық сипаттап береді. Ендеше есептеп көрейік. 22.08.2010 жылы туылған болса, әр санды бір-біріне қосып шығамыз. Сонда 6 саны шықты. 0 саны есептелінбейтін болғандықтан жазылмайды. Бұл адамның өмір жолының саны немесе тағдыр саны. Келесі туған күн, ай, жылды алайық. 02.06.1987. Бұл сандарды да бір-біріне қосып шығарған кезде 6 саны шықты. Демек, тағдыр саны 6. Бұл жердегі 33 саны ерекше сан болып есептеледі. Ерекше сандар қатарына 33, 22, 11 сандары жатады. Осы сандарға кіретін адамдардың басқаларға қарағанда өз мақсатына тез жетуге мүмкіндігі бар. Тылсым күшке ие бұл жандар өз энергиясын дұрыс пайдаланса, биік белестерге жетеді. Және бұл сандарды да бір-біріне қосу арқылы тағдыр санын шығарамыз. Әр санға толық сипаттама беруді келесі видеомнан көре аласыздар. Достар, маған тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.